Барлықтарыңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге фикус гүлінің күтімі және де оны қалай кесу керек, қалай тамырлату керек туралы айтамын. Каналыма жазылмаған болсаңыздар жазылып, лайк басып, комментария жазып, мені қолдап отырыңыздар. Бұл менің фикусым. Өткен видеоларымда көрсеткендегідей кішкене ауырыңқырап тұр. Бізде Шымкентте күн ыстық болғандықтан осылай ауа құрғақ болып кетеді да, осылай жапырақтар қурайды. Қураған жапырақтарын мен ұштарын кесіп алып тастаған болатынмын. Кішкене жақсы өсіп келе жатыр еді. Биылғы шілденің ыстығына да шыдай алмай, осылай жапырақтары қарайып жатыр. Енді мен осыны кесіп тамыр аштырғым келіп тұр. Әрине барлықтарыңыз айтатын шығарсыздар, енді қазір күз болып қалды ғой, неге кесейін деп жатыр деп, бірақ мен гүліме көмектесу керек болып тұр. Себебі жағдайы нашарлап тұр. Қайшыны жақсылап өстіп обработка жасап аласыздар. Сөйтіп астынан тірі 2-3 буын қалдырасыздар. Ол тірі 2-3 буын дегеніміз 3-4 жапырақ қалдырасыздар. Сөйтіп қиғашынан кесесіздер. Қайшы өткір болуы міндетті. Мына соғы өте улы болып келеді, сондықтан қолмен ұстамағандарыңыз дұрыс. Егер қолыңызға тиіп кеткен жағдайда жақсылап сабындап жуып тастау керек тез арада. Жоғарғы жағын мен кесіп алып тастадым. Оны енді соғы кепкеннен кейін суға салып тамыр аштыратын боламын. Негізінде тікелей топыраққа кептіріп, жақсылап соғының бәрін жуып тастап, жақсылап кептіріп, топыраққа тықсаңыздар да болады. Мына жерде қазір астыңғы жағында буындары уже қурап қалған. Мына 2-3 жапырақты қалдырып, мен ортасынан тағы да бір кесем қазір. Мына қарасаңыздар, астыңғы жағындағы буындарында қурап қалған. Қурап қалғанда енді астыңғы жақ қурап қалмаған, просто буындары уже былайша айтқанда кеуіп қалғанда. Ал мына жапырақтар, мына тірі жапырақтардың түбінен сабақ шығарады. Негізі шығару керек. Жақсы күтім болса, егер тамыры жақсы болса. Тағы да мен осы жерден кескім кеп тұр, себебі 2-3 буын қалдырып кесіп алам да, соны біреуін суға салып, не болма, біреуін топыраққа тығып тамыр аштырып көремін. Қайсысы жылдам ашады, соны да тексеріп көргім келіп тұр. Мынандай соғына қолдарыңыз тимегені дұрыс. Себебі кейбір адамдардың аллергиясы бар. Негізі улы гүл. Балалардың қолы жетпейтін жерде тұрғаны дұрыс. Және де фикус өте суды аз ішеді. Тамыры шірігенге бейім болып тұрады. Горшогы жартылай кеуіп кеткенше топырағы суғаруға болмайды. Так, соғы кепкенше күтеміз. Кесіп алған отростығыңыздың жаңағы кескен жерінің соғын жақсылап жуып, кептіріп, артық жапырақтарын алып тастайсыз. Сөйтіп, негізі кеппей жатып топыраққа не болмаса суға салсаңыз шіріп кетуі де мүмкін. Сол үшін мына артық жапырақтары бізде артық күш болады да, бұған жаңа тамырлауына және де жоғары қарай бір түйнек не болмаса бір сабақ ашуына, кішкене почка шығаруына күш болады. Негізі жапырақтан да көбейтуге болады тамыр аштыруға. Енді оны қазір көремін, мен де топыраққа тығып қоямын, бұның бәрін тастаймын деп айта алмаймын. Шықса шығады, шықпаса жоқ. Енді бұйырғаны болады. Және де фикус деген тіке күн көзіне шыдай алмайды. Тіке күн түсетін терезеге қоюға болмайды, бірақ жарықты жақсы көреді. Әсіресе осы ала жапырақты фикус жарықты қатты жақсы көреді. Егер де көлеңкеге қоятын болсаңыздар, бұл жасылданып кетеді. Ала түрін жоғалтып, жасылданып кетеді. Мынау кескен жерлерге мен активированный уголь сеуіп қоямын. Және де жаңа тамырлататын отростықтарымды да активированный угольге батырып қоямын. Кепкеннен кейін қазір суға салам, біреуін нам топыраққа тығып қоямын. Негізі пакетпен қаптап, парник дейді ғой, парник жасап қойсаңыздар да болады. Активированный уголь бұл менің батырған себебім, сіздің отростығыңызды суға салған кезде шіріп кетуден сақтайды. Тамырламай тұрып шірмей, жақсы тамыр ашуына сақтайды. Және де осылай неге гүлді отростық алғанда қиғашынан кеседі деген кейде сұрақтар болады. Қиғашынан кескен себебіміз ол не?
жақсы тамыры мол шығады. Егер сіз түзуінен кесетін болсаңыз, аз тамыр болады. Ал мына қиғашынан кескенде тамыры мол болады, және де өзінің келешекте өсуіне жақсы болады. Әрине бұндай жұмыстарды көктем айында істеген дұрыс. Мен істеді деп сіздер де кесіп тастамаңыздар. Көктем айын күтіңіздер. Менің фикусымның жағдайы нашарлап бара жатқаннан кейін мен осылай кесуге тура келді. Бүгінгі видеом сіздерге ұнады деп ойлаймын. Лайк басып, комментария жазып отырыңыздар.